Міне құрметті достар, көрермендер, Ақсу қаласына келдік. Бүгін Ақсу қаласында керемет бір шараның куәсі болайын деп отырмыз. Ақсу әкімшілігінің қолдауымен бүгін міне бір үлкен орталық ашылайын деп жатыр. Істеріне кірісіп кетіпті. Жылы жерде 3-4 бөлмелі міне мынадай кен осындай ғимаратты бөлген екен. Өте қуаныштымыз. Жаңыл Байболатқызы, қалдарыңыз қалай? Міне сіздерге келіп қалдық. Бүгінгі бір осындай жақсы бір рухани шара енді қалай ашылды, қашан ашылды, қашан бекіді, өздеріңіздің көңіл күйлеріңіз. Асыл мұра қылдымыз ашылғанымызға бір жыл болайын деп қалды енді. Бірақ енді осы мені изданиямызға міне осы бір ай ғана болды. Туған Шайхисламовичқа көптен көп рахмет. Бізді міне қолдап, біз әжелер зейнетке шыққан көбінесе әжелер, жас қыздар да бар. Міне бізді қолдап осы бізге берген мекенімізге рахмет. Көптен көп қолдаңыз. Біз енді бар қолымыздың ұшын тигізіп, аямай еңбектенеміз. Бұрынғы дәстүрді ұмытылған қазақтың ойы, қазақтың дәстүр киімдері, салт дәстүрін бәрін ары қарай жалғастыруға тырысамыз. Енді міне оюларым жатыр. Өзім тігіп жатқан ойым, мынау 8 қиық дейді. Қазір жаңадан бұны ананас деп шығарып айтып жатыр. Мынау құдығымыз. Енді осының бәрінен құрақ көрпе шығарды. Осындай блоктар тігіпті. Бастарыспен жұмыс жасайсыздар ма? Әлде өздеріңіздің жасаған бұйымдарыңызды сатылымға қоясыздар ма? Шеберлік сыныптар жоспарларыңызда бар ма? Сол жөнінде айтып кетсеңіз. Әрқашан көбінесе шығып сатуға шығамыз. Ал тапсырма енді аламыз деп отырмыз, ойда алда. Істеріңізге сәттілік болсын. Бөлмелеріңіз алдағы уақытта кеңіп, үлкен бір кен сарай екен, үлкен орталыққа айналсын. Қол аяқтарыңызға дерт бермесін, шәкірттеріңіз көбірек болсын. Осындай жақсы игілі жұмысты қоғамда жасай беріңіздер. Міне осы Асыл мұра клубының қазақ аналары дәстүрге жол жолының шебер аналарының жасаған бұйымдары, қазақтың киімдері, жасаулары, көрпелер, қоржынның түрлері. Мына жастықшалар қандай әдемі. Жастарды тәрбиелеу, балаларды тәрбиелеу. Біздің мына ұжымдағы кісілер, олар жаңағы тәрбиешілер, балабақшада балалармен кездеседі, мектептерге барамыз. Жас балаларды, жастарды тәрбиелеу, жаңағы қыз балаларға көңіл бөлу, қыз балалардың қолөнерін үйрету деген мақсатпен осы ұжымды біз ашып отырмыз. Енді Алла жазса осылай жұмыс істейміз деп. Наркудяровна, сіз не істеп отырсыз? Мен басқа тағатын осындай әдемі қалай доғады, абадок шыққанда абадок істеп отырмын. Бұны істемес бұрын алдымен біз федр аламыз. Федрдің сыртынан мынандай ақбелерді жабыстырамыз. Әр ою деп айтуға болады. Орамалдың сыртынан киеді. Орамалсызда жас қыздар бастарына тағып жүрсе өте әйбат көрінеді. Мынау дайын құралымыз. Уже істелінген, мынау істеп жатқан нәрсем. Мен мынаны Асыл мұра қыздарының әрқайсына осылайынан істеп берем, күнделікті киім. Жабыстырып жатсыз ба, тігіп жатсыз ба? Жоқ, әр мойшағы жеке былайынан тігіледі, көрдіңіздер ме? Тігілмесе мына түсіп қалады, жабыстырғанда болмайтын нәрсе, міне көрдіңіздер ме? Әр нәрсені былайынан тігіледі, мынаның барлығын түсіп қалуы мүмкін. Мынау барлығы орамал, шешемнің орамалы мынау. Сол орамалды бұзып, осылай қылып өзінің қазіргі заман талабына сай осылай өзі істеп қойдым. Мынаны сатып алдым дүкеннен, дайын дүкеннен. Ұқсас екен, сіздікіне? Мына сіз соның бір басқаша түрін жасап жатқан сияқтысыз. Басқаша түрін жасап жатқан жайым бар. Ерекше сәндік. Алтынан байлай салады, любой кісінің басына келетін нәрсе. Бұны орамалсыздарда, жас қыздар тойларда, күнде жарқырап киіп шығуға болады. Көз тимейді, тіл тимейді.